Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова. Чалышан вешімдікада қаға бойлы мәлімат. Владимир Путин Русия кеметінің яңы теркабыны таздықлады. Енді премьер-везір Михаил Мишустянын евелкі 10 муавины еріне 9 муавины олачақ. Яңы кабменге есе 21 везір кірежек. Оларның секізі бірінші сефер идаречелік етежеклер. Иштимай блокта да чоқ денішмелер олды. Бұл президентінің федераль топлашуға мұражатына қолған вазифелерге ұйғындар. Иштимай ағыларда яңы теркапны Қырым елбашчысы Сергей Аксенов более тефсіратты. Эмином яныланув мемлекетіміздің иштимаи ве ихтисади инкишафында позитив шекілде акс олыныр. Біз жумхуриятымыздың инкишафы бойынша лейхалардан амелге кечірілуіне азырмыз. Эмде Қырым бойынша яны кураторны беклейміз. Жумхури муниципаль хызметлерінің көстерілі всевесі ғырым акимиетінің зиқаты алтында. Жумхуриет елбашчысы Сергей Аксенов ихтисади инкишаф везірлігіне ярмадамызда вазиетінің не зарет етмеге вали еттім. Бұнен бір сырада Русия субъектлерінің қанунларында ұлған денішмелеріні ве қомшу регионларының мұзбет практикасы Қырымда құланылығы айда бір керек көзетілежек. Бұл тәдбір үшін іш группасы яратылды. Олар ерлерге чықып, әлі еле бақ тұтмақ үшін вазиетні көз етежеклер. Бұнен бір сырада мөйстелерге невбетлер йоқ етілмесі чезілмек керек. Керек олған вақыт адамлардың ақымларыны эксілткен администраторлар çalışмақ керек. Регионларда хызметлер көстерілуінің севесіні ве проблемалар ақында малюматның Қырым сәкенлері иктисади инкишаф везірлігінің сайтында аноним яни гызлі шекілде яза білежеклер. Бұның үшін оларға анкетаны толдырмаға етерлі олачақ. Поставлена задача получать обратную связь от населения в части качества оказания услуг, возможности получения бесплатных лекарств, насколько это удобно, насколько это доступно, в части записи в детские сады, оказания какого-либо других услуг. И ежемесячно есть договоренность с главой о том, что я буду заходить и докладывать. Это и по лучшим практикам, ну и, соответственно, докладывать по оказанию муниципальных услуг в Республике Крым. Ғарби регионын құмлы ялылары йоқ ола бөлелер. Кезлевде отар мойнақ көйінің сәкенлері көйінің уникаль экосистемасыны йоқ етмемеге режайтелер. Анда ярым елдан аз вақытта берекетлі топрақларыны чақылнен төшеділер. Веденізден 100 метр ұзақлықта бина тіклейлер. Құмы бұлары пляжда қазылып бетті демеге мүмкін. Адамлар бұл қанун бозылығы дейлер. Ве бинаны йықмаға режайтелер. Бұл ерден бұзым мұхберлеріміз тарифетем. Игорь Кашарнов Иркун озының Баглан адлы көпегінен дeniz ялысында кезіне. Бұл ерде сайыпнен көрішмемеге чын тоқталмамаға тырыша. Топрақ сайыбы территориясында кеткенлеріні севмей. Когда начинают выгонять тебя с пляжа и говорить, что это мое, уже частное. Женщина с собачкой гуляла, ее выгнали оттуда собачка. Она идет такая возмущенная, ну, она сама эмоциональная по себе. Вот, и она идет, и, ну, так вот, я говорю, что такое? Да вот, представляешь, мне нахамили на пляже, вот так, это выгнали меня с пляжа. Здесь ничего не было, пустая степь. Здесь ходили комбайны, косили траву. Эмді тек от дегіл бір заманлары бұл ерде техник боғдай ве яқ өсімліклері өсейді. Енді тарланы чақылдан төшілген 1 километрик ел боле. Болелікнен құруджи қанунсыз объектке құруджылық малземелеріні кетіре. Яқында мемуриет емірі бойынша қанунсыз құруджылықны тоқтатмақ үшін елларынан өгу қазылды. Ама енді құруджи тарланы кечіп кереклі ерге барып еті. Взяли, протрассировали по сельхозземлям дорогу. Взяли, проехали, чернозем в сторону убрали, отсыпали, сделали щебень. Қанунсыз объект кечкенсене көзде тікленілі башланды. Денізгеже 100 метр олғаны ачық айдын көріне. Бұл ерде шақси хожалық бақылмасы үшін капиталь иншаат пейда олды. Ерлі сәкенлер мұражат еткен сон вазиетке Девлет Думами бұсы Руслан Бальбек қарышты. О Жумхуриет елбашчысы Сергей Аксеновға дeniz ялысында құружилық алып барылғанына дайыр қанун бұзылғаны ве бір чарелер бақылмағаны ақында хабер етті. Ярамада акимиеті Вахид Ханун тарафындан ве адамларының менфатларыны қорчалай. Жумхуриет елбашчысының ноқтайы назары дeniz ялысы йоқ етілівіні ве Қырым табиатына бойле варвар янышунен бір абаданлаштырув кечірмекні ясақ етмек. Ханун бозғанларға низбеттен, теренден тақиқат кечірележек ве қара ниетлілерні бір шейге бақмадан, месулиетлікке желіп етежеклер.
Сергей Аксеновның жевабы бекленілген ве аңлайышлы олды. Дениз ялысында шахси хожалық топрақларында ичбір түрлі капиталь құружилық олмамақ керек. Там ЛКХ земля, то есть целевое назначение, поэтому никаких вопросов, там ничего строится однозначно, там никаких там домов, ИЖС точно ничего не будет. Шымдықы вақытта құружилық тоқтатылды. Январдан 20-сіне же сайып құружилықны бозмақ керек еді. Ама бежірілген қануни талаплар еріне мұдетлеріні созмаға тырышты. Оның мақсаты топрақны керекли шекілді қолланмаға изін берген весиқаларны доғырламақ ве ішіні озыне керекли кібі девам етмек олса керек. Берекетлі топрақлардан ғайры пляжда йоқ ола біле. Таби қом обалары ве осымліклер ел қомны учырып кетмесіні тоса еді. Енді оларны қазып уникаль экосистемаға қайтарылмаз зарар кетірділер. Капиталь құружилық денізге яқын олмасы бұ озы қануни дегіл. Вот здесь стояли барханы, которые защищали песочек от выветривания. Сейчас все это вынесет. Туда, землю сюда, это туда. Это же, вы понимаете, это наше богатство. У нас ничего нет, у нас вот этот пляж, он золотой всегда назывался. Сақ районының мемориетінде айтқанларына көре, егер құружи бозуларны доғыртмаса, мемориетті иншаат бозулығыны талап етежеклер. В ходе проверки было выявлено незаконное строение и было выдано предписание 20 же декабря о устранении нарушений путем сноса здания до 20 января 2020 года. Вот. Насколько нам известно, значит, сегодня был осуществлен выезд специалистам. Здание находится на своем месте. Onun için kasabanın memuriyeti karşı dava yolladı. O yanda hukuki ekspertizadan geçti ve haftanın sonuna kadar vesika mahkemege yollanılacak. Sultan İstakayeva, Ruslan Minaev, Ramazan Alivapov, Millet için. Сергей Аксенов, Мескен коммуналь хожалық қызметлері толенуы бойынша боржылар топланылы ішлерінде коллекторлар чыққанына қаршы сесленді. Бұл ақтау ичтимайларда о сайфесінде язды. Мескен коммуналь ходжалык боюнча ялинын боржларынен чалышачак коллектор агентликлерине ак берилүүбү. Күтлеви канун ве инсан укуклары бозуларынын себеби ола биле деп саям. Боржларны гражданлардан тек девлет органы талап этмек керек. Cumhuriyet yolbaşçısı qaydetkенне көре Қырымда коллекторларының менфи иш тәжірибесі бар. Олар қанунсыз усуларнен Қырымлыларының Украин банкыларына боржыларны талап етмеге тырыштылар. Аксенов Девлет Дума мебуслары ве Қырымдан сенаторлар да бойле нұқтай назарда олғанларында емен. Ахмеджете Приграднет адлы жемат танылывы мүкафатының тешкілетчіларына тақдирледілер. Оларының арасында волонтерлар, жемат әрбаплары ве Қырымдаки оқув мөсеселерінің реберлері бар. Мүкафатның мақсады сақлық имкенлары сыңырлы олған бала вешларының ижади, спортив ве интеллектуаль файлығыны инкишаф еттірмектір. Конкурсенді 6 елдан берлі Қырым елбашчысы Сергей Аксеновның имайыс алтында кечірілі. Бұл вақы девамында региональ мүкафатлануында 600-ден зияде бала иштирак етті. Всячески поддержал глава республики, потому что поддерживает любые хорошие проекты, любые хорошие начинания. Дал нам поручение это развивать, и мы с вашей помощью уже 6-й год это развиваем направление. Любые хорошие дела, любые чудеса должны совершаться в жизни каждого человека, а тем более детей. Пара етмегені себебінден атыр телеканалы Элиге яқын қадимны іштен бошатты. Бұақта Крыминформ агентлігі Ислямов Украин күтлівей мәлімат васталарына берген интервьюсына әсасланып яза. Енур Ислямов чынғарда ерлешкен мәліматтар қатқан тертибат бойынша олған борчақта хаберетті. О телеканалының сигналыны Қырымға теслімете еді. Борчының көлемі ярым миллионға яқын гривнаны тешкілете. Атыр Кенеде о сержілеріне Малиеви дестек көстермеге мұраджат ете. Bizim qartanımızın hesabına 37.000 grivna, yani 94.004 ruble düştü. Emde Kırım'dan adamlar bu yerge Kiev'ge kelgen taksistlerden, studentlerden para yollaylar. Bu da $500, yani 31.000 ruble yakın akça. Hatırlatamыз keçкен hafta Ukraina Қырымға тер яйынлағыны тоқтатты. Киевде кираға алынған бина үшін телеканал Израиль Спутник шеркетіне 38 миллион рубледен зияде боржы бардар. Атер үшін девлет Украин эсаплары sıfırға чеврілді. Ялтада Мескен евнің оқ тарафыны капиталь тамиратталар. Бұл бина Свердлова соқағында әрлеше. Сәкінлер 4 ай девамында оспараларына суқ көрмемесі үшін евнің тышыны яңыладылар. Обратились в некоммерческую организацию, открыли спецсчет и своими решениями, собраниями мы пришли к тому, что мы сделаем фасад и сделаем энергоутепление за свой собственный счет.
Бу evde umumen 16 квартира бар, капиталь тамир ишлеріне 1,5 миллион рублейден зияде пара масраф етілді. Они решили задачу утепления дома, они смогли это сделать, спасибо за смелость. Также хочется распространить опыт этого дома на другие многоквартирные небольшие дома в городе Ялта, чтобы вот именно мы смогли преобразиться как внутренне, так и внешне. Куйбышева мейданында автовокзал тарапқа кеткенде Киевская соқағында идаретілген кечетіні алып ташладылар. Қырмыларға ерасты кечетінден қатнамаға тепсие етелер. Бұл есе баяғы месафе, оны айланып кечме керек. Шер акимиетінің кечетіні алып ташламақ қарары гражданлар үшін бекленілмеген олды. Не үшін бөлі олғаныны Айша Шулакова сұраштырды. Бу yerде учвенер алып ташланды. Зебрадеген пиаделер yolчығыны есе демір қоранен тостылар. Давалы кечетіні пиаделерінің қапсызлығы үшін қапаттылар. Бу Ахметші такметінің қарары олды. Шерлилерге есе ер асты кечетінден қатнамаға тепсие етіле. Очень неудобно. Надо 3 подземных перехода идти. Ужасно. Неудобно, я плохо вижу, приходится по ступенькам. Вот такой круг. Я привык к этому переходу, а теперь я оттуда пошел сюда и иду, у меня на амбаре, я не могу. Теперь как мне выйти? Çoxuslar böyle çerege hazır olmağanlarını bildirerler. Onlar alışkanlara kıbı piyadeler keçetine yakın keleler. Здесь прохода нет? Kimerlerge ise qora keder etmey. Yolunu kıskartmak için onlar yol hareketini bozmağa ve canlarını tehlikeye uğratmağa hazırlar. Endi sokağının bir tarafından başkasına yetip barmaq için aylanı bayağı yolunu geçmek gerek. Uç yer astı geçiti onlarının arasında da mesafe var. Alkanın karşı tarafına barıp yetmek için şerliler böyle yolunu geçmek gerekler. Bu mevzunu içtimai ağlarda kızgın şekilde müzakere eteler. Olar böyle dönüşmeler yapılgan son beli olğanına şikayet eteler. Бала арабачықларнен кеткен яшыналар үшін ажайып бір тедбір. Бұл қарар сақатларыны айры жаратсызлажақ. Учерасты кечітім бұл Эверест дағына көтерілмек кібі. Айдавчыларның фикрлері ise чешет түрлі. Еще больше пробки стали. Ну, для водителей легче, конечно, нас посреди кольца, как остановишься, где стоять на кольце же неудобно. Плохо. Со светофором было лучше намного. Это очень загруженное место, и постоянно здесь создаются пробки, которые закрывают дальше очень далеко улицу. Непонятно еще непонятно. То, что секундомеры убрали, это плохо. Поворот правый убрали, это плохо. Bunun dönüşmeler bitmedi. Şehir hakimiyeti Kuybышева alqasının yanındaki avtobuslar toxtap yerini alıp taşlamağa karar aldılar. Onların fikirlerine göre bu çare tıkanıklarını azaltır. Мы категорически жители против. Потому что я живу, например, в Лозовое. И здесь как раз вышел с рынка все, и остановка. Это куда идти? Где эта остановка должна быть? Получается, что теперь в долину уехать будет гораздо сложнее. Поэтому я считаю это лишнее. Endi piyadeler için kurallar yerleştirilövüne yanaşıp başladılar. Böyle çare yolcularını kanunsuz yerde düşürmekten kaçmağa imkan verecek. Ayşe Şulakova, Rafael Vahidov, Millet için. Қырым сакені қанунсыз шекілде қызыл хавияр сатқан вақтында тұтылды. Қанун бұзушы қызыл китапқа кірсетілген деңіз мақсуатының қанунсыз тижаретінен ұғырашайды. Бұақта Қырым Жұмқұреті бойынша çalışқан федераль қавсызлық қызметінің сыныржылар дәресі хабиратты. Қанун бұзучыдан еледен зияде банк капалы хавияр ве парчаланған балық кесеклері тұтып алынды. Тешкеров кетішатында құқық қорчалайжылар қанунсыз мақсулат тижаретінің схемасына анықладылар. Шымды яқыланған адамға низбеттен тақиқат әрекетлері кечірілі. Украина сакені ярмадағы қанунсыз шекілде 4 насосыны көрсетмеге тырышты. Моделерінің ағырлығы 50 килодан зиядедар. Сыныржылар оларына арабаның көпчек бөлігінде таптылар. Еркішінің сөзлеріне көре, о насосларға көй қожалық ішлері ве су ағыларының тамир етілігі бойынша өз ұстақанесін açmaq үшін ықтияжы бар еді. Сонында малар чекіп алынды, қанун бұзуcını есе пара жазасы беклей. Садовая көйінде шаған Мифаевлер құрантасы ярдымға мұқтач. Құранта башы Зарима Мифаева тек бардеве көзде чалыша. Қазанған паралары евкираға алынуы коммуналь қызметлер ве қадының қаста бабасына керек олған илечіларға масраф етілі. Олар енді 4 елдан берлі гражданлықларыны ресмелештірмеге тырышалар. Бұның үшін девлет бергісіні төлемек ве весқаларыны топламақ керек. Ама айленің паралары етішмей. Дева Мэлев Хамызда.
Мифаевлер Корантасы яшаған евге кечеміз. Не разувайтесь, не надо, холодно очень. Кираға алынған тарашлы квартирада бұтын Қыранта яшай. Олар Қырымға Өзбекистандан 2014 сенесі авдет олындылар. О гражданлығы олмаған üçün балаға берілген тазминатны алып олмай емдешке кірмеге чересі жоқ. Тек теплицаларда çalışқанның құртара. Я работаю по найму в теплицах садовым. Здесь все в основном работают так. Все занимаются тепличным хозяйством. Вот, это тоже от сезона зависит. От сезона, да. Зимой у меня период получается где-то 25-30 дней, вот как бы выходных без работы. Но эти очень сказываются, потому что мы живем на съемной квартире. Это съемная квартира, в которой отапливаемся мы электричеством. Анасына аз олса да ярдым етмек үшін оғлы Ескендер Мифаев сымары шетелген ресімлеріні чыза. О, весекер рисам. Я начал рисовать вообще неожиданно, сам для себя я узнал, что я умею рисовать в 9 классе. И вот так начал практиковаться, своих одноклассников рисовал, там друзей кого-то разрисовывал, а потом уже с тех, кого я хочу рисовал, например, вот актеры эти, знаменитости. Оғланын ағыр ішінен ярдым етмеге чересі yok. Ақында шышық yok етілігі бойынша әмелияттан кечті. Күчік қызы тек 2 яшында. Барантаны бақып оларғандан шымды тек Зарема ханум бар. Қадының бойында айлы бақуф ағырлығындан ғайры да гражданлық меселесі тұшты. Первоначально там был вопрос, была необходимость, так как у них был просрочен законный срок пребывания в Российской Федерации, была необходимость выезда назад. Но с учетом поправок, вот в том году в июле внесли поправки в законодательство, и в данный момент уже она съездила в посольство, обновила как бы свои документы по Узбекистану. Миграцион кағытны мудетті февральның 11-не қадар. Шымды Зарема ханум ве оның оғлы гражданлығына сәделештірілген усулнен ала білелер. Наша главная задача не вызвать в людях жалость, какое-то сочувствие даже такого, а больше взаимопонимание, что в данной ситуации вот именно в получении гражданства нам необходимая сумма, вот, если она бы разрешилась бы, то, получив все это, мы бы дальше стали бы на ноги сами во всем. Bunun için Rus tilinden imtihan tapşırmak, analizlerini hazırlamak ve devlet vergisini tölemek gerek. Ama aile gerekli paralarını toplap olamay. Mifayevlerge istegen adam yardım kolunu uzatabilir. Kartanın rekvizitlerini ve telefon numarasını siz ekranlarınızda koruyorsunuz. Русияда январьның 20-сінде Холокост құрбанларының қатырафтасы иланытылды. Бұл тедбірлер Қызыл Орду тарафындан Освенцим концлагерінің есірлеріне азат етілгеніне бағышланды. Улы ватан жынкінде ғалибенің 75 елығына бағышланған esas тедбірлерінің федераль планына кіре. Бұқтақ мезжете кечірілген матбуат конференциясы девамында бұтын Қырым Ехуди Конгрессінің президенті Ян Эпштейн тариф етті. Оның сөзлеріне көре esas мақсат еркезге ве еңевелі яшларға геноцид ақында қатырамый молғаннан латмақтар. Миллионларча адам әлек олған дешетлі фажианын себеплеріне ве ақыбетлерінден хуляса чықармалымыз. Основной девиз наших всех мероприятий – защитим будущее вместе. Почему? Потому что мы говорим о наших детях, мы говорим о нашем будущем. И если наши дети, наше будущее не будет знать то, что было раньше, то, что было наше прошлое, то, естественно, построить будущее будет очень сложно. Қыштар атлануф үшін ең популяр шерлер арасында Алушта ве Бақчасарай олды. Оларға Краснодар ве Подмосковье рақыплек әте. Бұл рейтингінің мутихасыслар 2020 сенесінің январь бір күнінден февральның 29-ына же бронь етілген мескенлерге сысланып тұздылар. Туристлер ярмадаға тек язда келмейлер, мемаржылық ве табиат әбеделерінен мерақланғанлар Қырымны қышта да зиярет етейлер. Бұл вақыт ратлық баяғы ұжыз жаула. Ахмеджете тезден Илья Вербух адына тайлақ мейдана чылажақ құрыжылар янда бұл санасының дамыны қапаттылар ве чуқысы ичері ішлеріні бежерділер. Шымды тек су тоқы бұзлатмаға ве менбірлеріні ерлештірмеге қала. Янындаки ернада бадалныштырмаға девам етейлер, бұл тайлақ объекті беңлер жесер жыны топлайжақ ве елда 12 ай çalışacақ. Фигур ойына керлинг ве хоккей бойынша яшларыны Москва ве Санкт-Петербургтан келген мутихасыслар бедава угретежеклер.
Задача первого года – выявить наиболее талантливых детей, для того, чтобы потом обеспечить их тренировочный процесс для родителей, снять нагрузку финансовую и растить новых чемпионов. Но, безусловно, большая, наверное, часть родителей, может быть, кто-то вообще никогда в жизни, да, не занимался ни фигурным катанием, ни хоккеем, да, может, просто не стоял на коньках. Поэтому попробовать себя в этом виде спорта, в этих видах спорта может совершенно каждый маленький ребенок, малыш, ну и более взрослый, конечно, человек. Но я хочу еще раз подчеркнуть, мы акцент сегодня ставим на детском спорте. Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, активными и, ну, безусловно, занимались спортом, потому что спорт – это норма жизни. Шымды дерслер үшін спортчыларының жедвел азырланағында әрбір істеген языла біле. Шымды баларны группаларға қабыл етелер бұл 290 адам. Жұмқұретінің спорт везірлігі штыракчыларының сайысыны 500-ге жартырмаға планлаштыралар. Балалар 3 яшындан қабыл етеле. Бірінші дерслер февраль айында кечірілежек. Начиная с 3 лет уже можете приводить своих детей. Но вообще 4, 5, 6 – это самый приоритетный возраст для нас. Потому что именно начиная с азов мы начинаем учить кататься на коньках. Это нужно как и хоккеистам, это нужно как и фигуристам. Дальше не исключено, что кто-то начнет заниматься фигурным катанием, перейдет в хоккей, или ребята-хоккеисты перейдут заниматься фигурным катанием. Январьның 30-дан март айының ортасына жема Машай бақчысыра yolu қапатылажақ. Бұақта Қырым Жұмқұретінің араба yollar қызметі қабиратта. Сыңғырлар Таврида yolының 6-шы басамағында монтаж құрыжы ішлері алып барылмасын янбағлы. Шу ерде керекли yol işaretlері ерлештірілежек. Yol hareketinin iştirakçılarını yol işaretlerine dikkat ayırmağa hem de alternatif yollarla kullanmağa çağıramız. Bu Koran 50 Bakçısaray, Ahmedjit Bakçısaray, Akıyar ve Topçukkoy Ahmedjit Akıyar yollarıdır. Қырымға суық фронт яқынлаша. Январь 23-24 күнлері яғмырлы қар, тайлақ ве көчлі ел бекленілі. Бұл уақытта Қырым Жұмқұреті февқұляде вазиет везірлігінің баш идаресі хабареті. Идаренің қадимлері қавсызлық черелеріне диққат айырмаға чағыралар. Воздержаться от выхода в открытое море. Соблюдать осторожность при нахождении на улицах, где проходят провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. Шымдықыда қаға бойып хабарлар кележек айнымызны 21.5-та қачырманас. Қайырлы ақшамлар.